Бүгінде оқу ағарту министрлігінің бастамасымен еліміздегі мектептерге ауқымды бірқатар өзгерістер мен көптеген жаңашылдықтар енгізілген болатын. Бүгін біз ауданымызда заманауи форматта оқытатын білім ордаларының бірі Байжанов атындағы орта мектепке арнайы келіп, оның ұжымы мен оқушыларының жаңа пәндерге деген ойларын біліп қайттық. Енгізілген жаңадан пәндеріміз бар. Ол жаһандық құзыреттілік курсы, одан кейін цифрлық сауаттылық бірінші сыныптан бастап енгізді. Бұл да өте тиімді болды. Өйткені бірінші сынып оқушысы қаңтар айынан бастап цифрлық сауаттылық, яғни компьютерді ұстап, компьютерді қосып, кәдімгі ақпаратқа жақын компьютерлер жеткілікті. Әр баланың алдына кішкентай ноутбуктар беріледі. Соны өздері басқарып, өшіріп қосып, мұғалімдердің бағытымен жұмыс жасап, соны түсініп білім алып жатыр. Ал енді жаһандық құзыреттілік курсының үйірмелерінің ішінде біз домбыра үйірмесі өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Біздің Байжанов мектебінің оқушылары өнерге өте жақын оқушылар. Қазір жоғары сыныптарда, 10-11 сыныптарда осы жаһандық құзыреттілікке байланысты бизнес бағытындағы қаржылық сауаттылық пәндері үйірме курстары үйретілуде. Бұл да жаңа жол есік ашады. Робототехникаға қызыққан оқушыларымыз өте көп. Мені қатты қызықтырған 5-ші В сынып оқушысы Омар Фарух деген бала болды. Ол бір күні маған өзінің жасаған паровозигін алып келді. Ол паровозик мотор, жаңа ішінде өзінің батарейкасы бар, батарейкамен істейді, және ескі машиналарды лақтырмай, оның ішіндегі моторын алып қалып, жаңа картоннан макет жасап, сол машиналарды жүргізген екен. Мен өзімнің бос кезімде робототехника сабағымен өзім айналысамын. Мен ағайынмен бірге жасаған шахмат жобасын таныстырайын. Бұл фигуралар 3D принтерден жасалынған. Бұл фигураларды пыла деген материалдан жасадық. Және робот бар. Робот бұл светтер ашылады. Алдында қорабы бар. Қорапқа наны сап қойсақ, тасуға болады. Бұл роботта жүреді. Біз ондай оқушыларды қолдаймыз. Ұжым болып қолдау көрсетіп, шетелге шығару қазір енді мақсатымыз болып отыр. Өткен жылғы бөлінген қаржыдан бізге биология кабинетін толықтай жасап берді. Оның ішінде толықтай лабораториясында қолданылатын заттар, күнделікті практикада қолданатын заттар, макеттер барлығы қоса берілді. Мен бұл заманауилықты, бұл жаңартылған форматты қолдаймын.